Облыс әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңестің жұмысы бір қатар аудан, қалаларда өз деңгейінде жүргізілмейді. Дін істері басқармасының басшысы Жангелді Омаров бұған жауапты басшылардың жұмысты формальды түрде жүргізуі себептейді. 90 сайын бас қосатын сала мамандары бүгін тағы да кездесіп, ұсыныстарын ортаға салды. Бүгінгі бас қосуға келгендер саладағы жұмыстарды саралап, тиісті тараптарға тапсырмалар жүктеді. Аймақта түсіндіру шараларының арқасында бастан аяқ оранып, тұмшаланған жастардың қатары біршама азайғаны байқалады. Ілімін тереңдетіп, көзі ашылып келе жатқандар көбейген. Алайда әлі де болса аталған бағытта әттеген-ай дейтін тұстар аз емес. Мәселен, аудандарда дін саласына жауап беретін басшылардың жиі ауысатыны, оған қоса құжаттарға қатысты да біршама заңсыздықтар бар екендігі белгілі болды. Облыс бойынша 7 мешіттің құжаттары толығымен қайта рәсімделіп бітпеген. Негізі айта кету керек, 40 мешіттен қазіргі осы 9 мешіт қалып отыр. Екеуі отказ берді, 7 мешіт рәсімделіп жатыр. Сондай-ақ өңірде теолог мамандар жоқтың қасы. Қордай, Меркі, Тұрар Рысқұлов, Жуалы аудандарында экстремистік ұйымдар заңсыз насихат жұмыстарын жиі жүргізген көрінеді. Ал мешіттерге орнатылған бейнебақылау камераларының біршамасы бүгінде істен шыққан. Кейбірінің сапасы сын көтермейді. Сол себептен де келушілердің бейнесін анық көру мүмкін емес. Бейнебақылау жүйелерінің жаңағы жадысы бір айға жетпейді дейді. Ал енді қазірдің экстремизм мен терроризмге қарсы күрес ең маңызды міндеттесік. Мынау ішкі істер департаментінен Науатбек отыр ғой. Бұл өте маңызды. Сондықтан бұл жұмысты аудан әкімдері бірінші кезекте қолға алмаса, бұл болмайды. Жылдың соңына дейін мына жұмыстардың барлығы толық аяқталу керек. Жастар теріс діни ағымдардың жетегінде кетпес үшін жұмыстар атқарылып жатқан жоқ. Бұған дәлел сала мамандары көрсеткен статистика. Алайда солай екен деп арқаны кеңге салуға тағы болмайды. Сол себептен де Сушаш Сәтбекқызы жиын соңында басшылық тарапынан қадағалау үнемі болуы тиіс деп қысқа қайырды. Ал аудан әкімдерінің орынбасарлары олқылықтардың орнын түзетеміз деп уәде берді. Перизат Қуатқызы, Азат Байтемір, Жеті Ньюс.